Сәлем қыздар, сіздерге бүгін мен кәдеден жасалған пиццаны, яғни кабачковая пиццаны ұсынып отырмын. Рецепті өте жеңіл әрі пайдалы. Бізге қажетті 2 кабачок, сыр, 2 қызанақ, 2 жұмыртқа, укроп, базилик және алдын ала ұнымызға тұзбен қопсытпаны араластырып алдық. Алдымен кабачогымызды дайындаймыз. Оны біз үлкен теркадан өткізуіміз қажет. Дайын болған кабачоктың міндетті түрде сусынын артық шығаруымыз қажет. Сусынды төгу міндетті емес. Егер қант диабетімен ауыратын адамдар болатын болса, лимон согын қоссаңыздар, өте пайдалы сусын шығады. Кабачогымызға базиликті қосамыз. 2 жұмыртқамызды араластырамыз. Алдын ала дайындалған ұнымызды қосамыз. Ұнымызға тоз және қопсытпа қосылғанын ұмытпаңыздар. Қамырымыз толық дайын болу үшін укроппен араластырамыз. Дайын болған қамырымызды формаға саламыз. Ол үшін майладым және де панировочный сухариді септім. Яғни панировочный сухари дегеніміз кептірілген нан деп тек аударсақ болады. Қамырымызды форманың көлемімен жайып, енді безендіруге көшсек болады. Ол үшін біз қызанақтарды алдын ала турап алдық. Қызанақтарымызды безендіреміз. Қызанақтың орнына басқа да жеміс қолдансаңыздар болады. Болмаса шұжықты қолдансаңыздар болады. Енді сырымызды себеміз қызанақтарға. Алдын ала пешіміз дайын тұр. 180 градуста 25-30 минутқа қойсақ болады. Ал сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Жеңіл әрі пайдалы пиццамыз дайын. Міне осындай өте әдемі болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.